келін болып түскен сәттен бастап дауыс мүлдем шығармайсыз, көп тамақ жемейсіз, ешқайда қыдырмайсыз, ерте тұрып тірліктің барлығын жасайсыз, кешке дейін жыбыр-жыбыр болып әр бәле жасауыңыз керек, ақша ұстамайсыз, сұрамайсыз, құртпайсыз, бірақ дастарханды үнемі жайнатып қоюыңыз керек. Киім-кешек өзіңізге жеке зат алуға болмайды, өйткені сіз келінсіз, үйде құры жүресіз. Төркін, подружка, оның бәрін ұмытқаныңыз вообще күшті болады. Телефон ұстамасаңыз да жақсы. Жыл сайын туасыз. Шатастырмау керек. Қыз десе қызды, ұл десе ұлды туу керек. Ол шатастыруға болмайды. Оның барлық келіннің қолында. Және туғаннан кейін 40 күн бойы күтіну, анау-мынау деген әңгіменің барлығы тәлпіштік. Және де босанғаннан кейін тісім ауырды, белім ауырды, ана жерім, мына жерім ауырды дегенде, ол дұрыс әңгіме емес, қыздар. Ешкімді жамандамаймыз. Күйеулерің түнмен қыдырып келсе де, жұмыс жасап жасамасын, вообще ләммим деуге болмайды. Еще ана туған бағдарыңыз вообще ауырмау керек. Ауырып қалса сіз кінәлі боласыз. Үйдің ешқандай бұрышында шаң болмау керек. Табылып қалса салақ қатын.